Болды, мен дайынмын. Бүгіннен бастап диета. Тамақ жеуді азайтамын. Таңғы сағат 5-те тұрып жүгірем. Өз-өзіме ант етем. Бүгін желание жоқ, ертеңнен бастайым. Брат, сағыз бешік ешкім етпей. Жаным, сол сен үшін келдім ғой осында, сағынып кеттім. Ой, рахмет. Жаным, ана жерде бір суретке түсіріп жатыр екен, барып суретке түспедік па, естелік болсын. О, кеттік. Кәнекей бауырым, бізді де суретке түсіріп жіберші. Удалить етші нан бәрін. Мынасы несі, мынасы несі, бүкіл мыңғырық фотоң осындай. Міне, бүйтіп. Мынасы несі? Адам ұқсап тұршы. Адамын мен айғайлама маған олайға баши түсіні ба? Түсіргәне. Бауырынан ниет болды ғой фотографтан. Я. Кән күлеміз. Тартшы. Не кетіп қала берет, я түсеміз, я. Ұстап тұршы. 1, 2. Ұстап. Осы шығар осы бір нормальный фотоң осы шығар. Көрекші кәне. Ой, блин, Қасен, мына сендердің терезелерің бар ғой негіз. Дұрыс салынбаған. Күн түспейді, ертең сквозняк айдайды, мына сырес болады, үйің сасиды. Сосын мына бар ғой, қабырғалардың үрегені қайтеді. Стяжканы қарашы мен. Дұрыс емес құлайды ертең үйі. Аман жол, сол өзбектерді өздері ба келген. Істеп берген түрі мынау. Далаға барып ақылдасың. Мынада ат қош жоқ. Ертең шатырыңда қар тұрып, су кетпейтін адам бар ғой. Қой, не бір парағап келді, нормально деп айтып кетті. Бір данышпансың айтып кеттік отырайықшы. Стройкдан яшып кетті. Анау YouTube дейтін сайт бар емес па? Бар. Сонда арабтарды қарай берме, бай екене ойбай. Олар деген мұнаймен байып отыр ғой. Ешкім жұмыс істемейді олар жақта. Туылған балаға 150 мың доллардан береді екен әке. Кетай ба? Рас? Ойбай, бізде туылған бала 7 мың доллар қарызға кіреді дейді ғой. Қазіргі олар слабый. Шай ішейікші. Ана пахалюктың тісі деген ауыр жүркәдің түнімен жылады, өздегі әтірек. Мам, пап, шоколад жеймін. Факих, прачи. У него зуб болит, ночь рыдает, плачет. Да, завтра надо стоматологи отвезти. Отвезти надо, у него зуб болит. Спать не даю. Мам, мен өткендегідей дәрігерге апарайын деп жатсыңдар ма? Зуб деген тіс ғой, менің тісім ауырмайды, мам, бармаймын мен. Бахалюк, сен неге жылайын деп отырсың? Біз сені мақтап отырмыз, айтшы Төкен. Біз сені молодец деп отырмыз, сабағыңды 5 деп отырмыз. Кстати, я вообще забыла, Тукен, сегодня Армана свадьба, надо обязательно. Присутствовать, конечно. А у меня есть один вопрос, кто с ним останется? Бакенский? Да, Бакенский. Я уже придумала. Бакенский останется у соседа. Мам, пап, не деп жатсыңдар, қазақша сөйлеңдер, сендер дым түсініп жатқан жоқ, мен кешегідей қалдырып кетейін деп жатсыңдар ма дағы?